Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын шоколадты кекстің рецептімен бөлісемін. Ал енді бастайық. Оған қажетті ингредиенттер: 1 жұмыртқа, 2 ас қасық қант, немесе 4 ас қасық қосsanыз болады, 2 ас қасық какао, 5 ас қасық овсяное хлопья блендерден өткізілген, разрыхлитель теста 10 грамм. Шикі болып қалмау үшін міндетті түрде қосу керек. 2 ас қасық сұйық май немесе 25 грамм сары май қоссаңыз болады, 5 ас қасық сүт. Ал енді жасау процесіне көшейік. 1 жұмыртқа, 2 ас қасық қант, 5 ас қасық сүт, 2 ас қасық сұйық май саламыз. Овсяное хлопьяға разрыхлитель тестаны араластырамыз. Одан кейін ұн алып, оған овсяное хлопьяны саламыз. Одан кейін какаоны саламыз, жақсылап түрегелейміз. Ауа кіргенде жақсылап көтеріледі, өстіп жақсылап араластырамыз. Одан кейін осындай формаларды майлап, немесе үлкен ысқас майлап салсаңыз болады. Максимальный температураға 3 минутқа қоясыз. Қаншалықты микроволновканың ваты жоғары, соншалықты тез піседі. Міне біздің бірінші порциямыз уже дайын. Енді сәндеу процесіне көшеміз. Әртүрлі кремдер жасаса болады, немесе сахарный пудраны сепсеңіз де болады. Мына екінші порция уже бізде. Балаларымыз өте ұнатады осы кексті. Лезде пайдаланасы мен каналыма жазылып, все батырмасын қоңырауда басыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ұнаса менің каналыма лайк баса кетіңіздер.